Негізі мен әйеліммен дұрыс қала берем дейді да біреу. Не істеймін дейді. Не істейсің? Ештеңе істемейсің. Тұрасың сонымен. Өзің ғой таңдап алған, ғашық болған, әке-шешеңнің қанын ішіп той жасатқансыңдар. Тұрасың енді. Әйелді алмайсың. Баяғыда біреу әйеліне звондаған ғой. Жаным, мен аварияға түсіп қалдым, екі аяғым сынған, екі қолым сынды, қабырғам сөгілді, басым жарылды. Айту абырой болғанда мені Сәуле больницаға жеткізіп тастады. Мені қазір мозготрясение деп тексеріп жатыр. Звондасаң осындай больницадамын деп. Резко әйел звондаған ғой. Сонда қойған бірінші сұрағын білесің бе қандай? Сәуле деген кім деген ғой? Айналайын, ерлі зайыптыларға айтарым. Ақсақал сарысты болып, тату тәтті болып, бір жастықта бастарын бірге ағарып, бойларыңызда күш қуат, дендеріңіз саулық болсын. Семья бұзылмай, немере шөбере көруге Алла нәсіп етсін.